Сәлем тарих ықыласпенділері. Бұл Жайхун жойбарының бірінші саны. Бүгін біз Өзбекстан аймағындағы дәслепкі империялардың бірі Кушан патшалығы хақында сөз етеміз. Бұл империя тек қана Өзбекстан аймағында жайласып қоймай, өзінің үлкен тәсіріменен бүткіл регионымыз тарихында терең із қалдырған. Кушанлар бұл құдіретлі империяны қалай шөлкемлестірген еді? Оның діни өзгешелігі, сауда жоллары һәм мәдениеті қалай рауажланған? Бүгін міне осы сұрауларға жауап іздейміз. Айтқандай, видео басынан ақ каналға ағза болуды ұмытпаң. Білім дариясына сүңгуге даяр болсаңыз, біз баслаймыз. Тарихи деректер грек Бактрия мемлекеті көшпелі қауымлер тарапынан жоқ етілгені хақында мағлұмат береді. Страбонның мағлұматларына бола Бактрияны ассилер, пассиянлар, тухарлар һәм сак қауымлері басып алады. Ал Помпей Троктың хабар беруінше, Бактрия һәм Сагдиананың скиф қауымлері ассиянлар һәм сараукалар тарапынан басып алынған. Ал негізінде болса екі тарихшыда бірдей қауымлер хақында мағлұмат берген еді. Айымғы Қытай деректерінде Бактрияны Йоджи қауымлері басып алған хақында мағлұмат беріледі. Эрамызға шекемгі 2-ші асырдың 2-ші шерегінде Йоджилар хунлардан жеңіліп қалғаннан кейін Орта Азияның арқа бөлеклерінде көшіп жүреді. Зерттеушілер бұл сәнені эрамызға шекемгі 172-161 жыллар аралығы деп белгілейді. Құлласы міне осы қауымлер Қытай деректерінде Да Йоджи, ұлы ямаса үлкен Йоджи атыменен мәлім. Сонымен бірге Қытай деректері Орта Азия тарихы бойынша үлкен мағлұмат базасы болып есептелінеді. Әне сол Қытай деректеріне бола Йоджилар Бактрия аймағына бастырып кіргенде олардың саны шамамен 100 000 әскерге жақын болған. Кушан империясы хақиқаттан да көшпелі Йоджи қауымлер тарапынан шөлкемлестірілген мемлекет есептелінеді. Кушанлар Батыс Қытайдың Гансу регионынан келіп, Орта Азияның Бактрия аймақтарына жайласады. Бұл мемлекеттің текарында көшпелі мәдениет болса да, уақыт өтуіменен олар регионлық жақтан бекем мемлекетке айланды һәм Орайлық Азия, сондай-ақ арқа Хиндистанды өз ішіне алған үлкен империя пайда етті. Кушан империясында көшпелі элементлер сақланып қалған болса да, олар ауыл һәм қалалар менен бірлесіп, мәдени, діни һәм экономикалық рауажлануға үлкен әтібар қаратқан. Сондай-ақ олардың халықаралық сауда жоллары Ұлы Жібек жолы арқылы Рим, Қытай һәм Хиндистан менен сауда байланысларын жолға қоюда текарға рөл ойнады. Жджансян мағлұматларына бола Йоджилер хун қауымлерінен жеңілгеннен кейін Орта Азияның құбла тарапіне харекет етіп, Дахия, яғни Бактрияны басып алады һәм Гуйшуй, яғни Амударияның арқа тарапіне жайғасады. Гуйшуй дариясының арқа тарапінде өз пайтақтарына текар салғанлығы атап өтілген. Демек, Йоджилар біздің эрамызға шекемгі 140-130 жыллар аралығында Бактрияға бастырып кірген. Арадан көп өтпей Бактрияда үлкен Йоджи мемлекеті шөлкемлестіріледі. Кіші хан тарихы мағлұматына бола, үлкен Йоджи үкімдарлары қол астында 5 хакімлік бар болып, олар Хюми, Шаунми, Гуйшуан, Хисе һәм Думи деген мүлклерден барат болған. Қытай деректері текарында жумақ шығарған алым Давидович Бактрия тарихындағы бүткіл Йоджи дәуірін 3 басқышқа бөледі. Бірінші басқыш эрамызға шекемгі 139-125 жыллар үлкен Йоджи Дахия уәлаятын басып алады. Бірақ оның текарғы мүлклері Амудариядан арқа тарапта еді. Екінші басқыш эрамызға шекемгі 25 жылға дейін үлкен Йоджи мемлекетінің қалыптасуы һәм кейінгі рауажлануы. Мемлекеттің пайтақты Амудариядан арқа тарапте бойлап, құбла шекарасы Гибин атрапларында, яғни Кашмир ямаса Кандахар атрапларында еді. Йоджилар бойсындырған аймақлар Хисе, Шаунми, Гуйшуан, Хюми, Думи мүлклерінен барат болып, олар Хихоу, яғни Ябғу тарапынан бірлестірілген. Үшінші басқыш эрамызға шекемгі 25 жылдан кейін үлкен Йоджи мемлекетінің дағдарысы һәм жоғарыда еслетілген мүлклердің қаресізлікке ерсуі. Кушан, яғни Кушан ябғусы, Кёцзуку ямаса, басқаша етіп айтқанда Кудзула Катфис қалған 4 мүлікті бірлестіріп, Кушан мемлекетіне тикар салды. Атап өту керек, мәдени һәм социалдық экономикалық тарихқа салыстырғанда Кушан мемлекетінің сияси тарихы
аз үйренілген есептелінеді. Кушанлардың үкімет басына келу сәнесі һәм бұл мемлекеттің тарихын дәуірлестіру айрым кушан жазулары, нумизматика мағлуматлары, сондай-ақ бірқанша Қытай деректері, буддизм мағлуматлары һәм дәслепкі орта әсір деректеріне текарланады. Зерттеушілер Йоджи Кушан һәм Айни Кушан мемлекеті тарихын төмендегі 3 басқышқа ажыратады. Келін енді бұл басқышлар хақында айрықша тоқталып өтсек. Ең бірінші басқышта грек Бактрия патшалары хүкімдарлығының тамамлануы һәмде Бактрия аймақларында 5 мүліктен ібарат ауқамның шөлкемлестірілуі. Бұл процесс эрамызға шекемгі 2-ші асырдың ақыры 1-ші асырге тура келеді. Екінші басқышта Улы Кушан мемлекетінің пайда болуы һәм гүллеп жаснау процесін байқаймыз. Бұл гүллеп жаснау эрамыздың 1-3 асырлеріне тура келеді. Дұрыс, Орта Азияда Кушан империясының шөлкемлестірілуі белгілі бір мәніде греклер хүкімдарлығына шек қойған деп айту мүмкін. Грек Бактрия мемлекеті эрамызға шекемгі 3-ші асырде шөлкемлестірілген болып, Александр Македонскийдің Орта Азияға жүріслерінен кейін греклер тарапынан басқарылған еді. Бірақ эрамызға шекемгі 2-ші асырдың ақырына келіп, йоджилар Бактрияға бастырып кіргеннен соң греклер хүкімдарлығы жұмақланды. Жоғарыда айтып өткеніміздей, Кушан мемлекетінің пайда болуы хақында көбірек Қытай деректері һәм нумизматика мағлуматлары хабар береді. Ұлым алғанда Кушан патшалығының пайда болуы һәм рауажлануы ұзақ уақыт ілімпазлар һәмде зерттеушілердің арасында тартыстарға себеп болған болса да, өткен асырдың 2-ші ярымынан баслап бұл мәселеге анықтық кіргізу имканиятын берген көплеген зерттеулер алып барылады. Эрамызға шекемгі 1-ші асырдың ақыры, эрамыздың 1-ші асырының басларына келіп, Гойшуан хакімі Кёцзюку барлық мүліктерді бірлестіріп, Кабулстан һәм Кандахарды басып алады. Нәтижеде Кушан мемлекеті өз әхметіне бола антик дәуір, Қытайдағы хан мемлекеті, Парфия патшалығы, Рим империясы менен бәсекелесе алатуын айымғы дүнияның ең құдіретлі мемлекетлерінен бірі сипатында пайда болады. Енді Кушан менен есапласу, оның ерк ықырары көп нәрсеге байланысты екенлігін есапқа алу керек еді. Қызығы сонда Қытай деректерінде тілге алынған Гешуан хүкімдары Кёцзюку дәслепкі Кушан дәуіріне тиесілі табылма теңгелер суретленген Кушан патшасы Кодзула Катфизге анық сәйкес келеді. Ілімпазлар теңгелерді үйреніп, сондай пікірге келді. Кодзула Катфиз ямаса, Катфиз 80 жылдан көбірек жасап, 50-60 жыл мемлекетті басқарып, шамаменен эрамыздың 35-ші жылы қайтыс болады. Өзінің хүкімдарлығы дәуірінде Катфиз 1-ші Бактриядағы онша үлкен болмаған Йоджи мүлкі хүкімдарларынан Бактриядан тысқары Батыс һәм Құбла Афганистан һәм Арқа Хиндистанды өз құрамына алған құдіретлі мемлекеттің патшасы дәрежесіне көтеріледі. Бірақ деректердің гуалық беруінше Катфиз 1-ші дәуірінде Кушан мемлекеті толық қалыптес болмаған еді. Өйткені бұл дәуірде Кушанлар өз теңгелеріне ие болмастан Катфиз 1-ші Рим императорларына, яғни Август һәм Тиберийға еліктеп теңге басып шығартқан. Сондай-ақ деректерге бола Кодзуладан кейін тақтқа оның баласы Вима ямаса, басқаша айтқанда Гима Катфиз отырады. Қытай авторлары Катфиз 2-шінің тақтқа отырғаннан кейін Тяньчжу, яғни Хиндистанды басып алады һәм ол жерге өз әскер басшыларының біреуін басқару үшін қалдырған. Сол дәуірден баслап Йоджи күшлі һәм бай мемлекетке айланды деп хабар беріледі. Бұнан тысқары бұл хабарды нумизматика мағлуматлары да тасдиқлайды. Катфиз 2-ші басып шығартқан теңгелердің оң Бактрия жағаларынан, Тәжікстан һәм Өзбекстанның Құбла районларынан табылуы бұл аймақлардың Кушан мемлекеті құрамына кіргенлігінен дерек береді. Нумизматиклердің соңғы жылдардағы зерттеулеріне бола Катфиз 2-ші басып шығартқан Шахлар шахы, ұлы құтқарушы деген жазулар Хиндистан, Афганистан һәм Орта Азияда кең тарқалған. Бұндай теңгелер Ашхабад, Хорезм, Ташкент оазисі, Сурхандария, Қашқадария, Паншкент аймақларынан да табылған. Катфиз 2-шінің хаттегі Рим салтанаты менен де байланыстылар орнатқанлығы хақында мағлуматлар бар. Кушан патшаларының ішінде ең атақлысы Канишка есептелінеді. Оның хүкімдарлығы дәуірінде, яғни 2-ші асырдың 1-ші ярымында Кушан империясы гүллеп жаснауының жоғары шыңына көтерілді. Канишка дәуірінде Панджаб һәм Кашмир уалаятлары мемлекетке қосып алынады.
Ал айрым зерттеушілердің пікіріне бола, мамлекет пайтақты Бактриядан Пешаварға, яғни қазіргі Пакистанға көшіріледі. Бұл дәуірде мамлекеттің аймағы Арқа Хиндистан, Афганистан, Орта Азияның үлкен бөлегі һәм Шығыс Түркістаннан барат еді. Сюан Цзянның айтуына қарағанда, Канишка хукымдарлық еткен дәуірде оның даңқ абыройы қоңсылас мемлекетлерге де жайылады. Хатте Қытайдың батыс тарапындегілер де Канишканың хакімиятын тән алып, оған өзі кіреуге қойған адамларын жіберетұғын еді. Канишка Кушан империясының ең ұлы патшаларынан бірі есапланады. Оның хукымдарлығы дәуірінде империя Арқа Хиндистанға шекем кеңейіп, экономикалық һәм мәдени жақтан гүллеп рауажланған. Канишка хукымдарлығы дәуірінде буддизмнің рауажлануы һәм көркем өнердің жоғары дәрежеге шығуы менен тарихта қалды. Табиғи рәвіште бұл әйемгі мемлекет хақындағы мағлұматлар қалай сақланып қалған деген сұрау пайда болады. Гап сонда Кушанлар династиясы жазба деректер текарында һәм нумизматика зерттеулері арқалы үйренілген. Кушанлар дәуірінде шығарылған дәслепкі теңгелердің бір тарапында грек Бактрияның соңғы патшасы Гермей суреті. Екінші тарапында болса Кушанлар ябғысы Кудзула Катфиз деген сөзлер бар. Демек дәслеп Кушан хәкімлері өз атларын патша, шах сөзлеріменен байланыстырмаған. Бірақ Кушан мемлекет аймағының кеңеюі һәм саяси әскери ахметінің артып баруыменен теңге пұлларда шахлар шахы атамасы көплеп ұшырайды. Бұндай өзгеріслер Қытай авторлары берген мағлұматларды, яғни мемлекеттің әскери құдіреті көпшілік мемлекеттер тарапынан тән алынғанлығын тасдиқлайды. Патша Канишка бірінші өзінің алдыңғы мемлекет басқару дәстүрлерін сақлап қалады һәм дауам еттірді. Белгілі бір уәлаятлар һәм қалалар мемлекет жоғарысында тұрушы жоғары хукымдар найыплар тарапынан басқарылатұғын еді. Бұндай найыплар патша тарапынан тайынланып, олардың жақын һәм сенімлі уәкіллері есапланған. Олар жоғары хукымдарларға, яғни патшаға сөзсіз бойсынып, тұрақлы түрде мемлекет ғазинесіне салықлар төлеп тұрған. Кушанлар дәуірінде жергілікті халықтан жиналатұғын салық тәртібі хақында мағлұматлар бізге шекем сақланбаған болса да, бұндай тәртіп әмелде болғанлығы анық. Кушан патшалығы руханилер қолындағы мемлекет болып, бұл мемлекетте патша хакимиятты басқару менен бірге бас рухани да есапланған. Патшалық сатраплықларға бөлінген болып, олардың найыплары патша тарапынан тайынланған. Кушан патшалығы орайласқан мемлекет есапланып, мемлекетте ауыл топарларының ахметі оға да үлкен болған. Соңғы жылларда алып барылған көплеген археологиялық зерттеулер Кушан дәуірі Өзбекстан тарихы материаллық мәдениетін үйрену бойынша кең мүмкіншіліктер жаратты. Бұл зерттеулер нәтижелеріне бола Өзбекстанның құбла аймақларында қожалық һәм мәдени тұрмыстың жоғары дәрежеде рауажланған дәуірі болды. Диханшылықтың рауажлануы себеплі кең аймақлар орта халық тарапынан жеделдікпенен өзлестірілген. Мысал сипатында айтатұғын болсақ, тек қана Арқа Бактрияда, яғни Сурхан оазисінде 120-дан зият Кушан дәуіріне тиесілі халық қала һәм үй қорғанлары анықланған. Бұл дәуірде диханшылық тек қана оазислерде емес, ал таулы аймақларда да тарқалады. Сурхан һәм Шерабад Дарияның жоғары ағымындағы таулы аймақлардан диханшылық макан жайлары һәм қорғанлары тауып үйренілген. Бұл дәуірде Сурхан оазисінде алдыңғы дәуірге қарағанда әдеуір құрамаласқан суғару имаратлары құрылады. Диханшылық құралларынан да үлкен өзгерістер әмелге асырыла баслайды. Бұл дәуірге келіп болса, қалалар да жоғары дәрежеде рауажлана баслайды. Кушан дәуірі көплеген уәлаятлар һәм оазислерде өткен дәуірлерге салыстырғанда ірі қала орайлары һәм аймақлық тараптан орташа қала санының біраз көбейгенлігі бақыланады. Кушан дәуірі қалалары, уәлаятлар, айрым оазислер һәм районлардың сияси административлік орайлары есапланып, олардың сақланып қалған қарабаханаларында қорғанлар айрықша ажыралып тұрады. Бұндай қорғанлар ескі терімізде Далварзын төбе, Будрач һәм басқаларда айқын көзге тасланады. Сонымен бірге Кушан дәуірі қалалары діни идеологиялық орайлар вазипасында атқарып, оларда ірі-ірі сыйыну орынлары һәм діни дәстүрлер өткерілетұғын имаратлар жайласқан. Далварсын һәм теріміздегі Будда ибадатханалары солар қатарында есапланады.
Бұнан тысқары Кушан дәуірі қалалары өнерменшілік һәм сауда-саттықтың да орайы еді. Осы қалалардан көп санлы өнерменшілік бұйымлары, күлалшылық құмбызлары, металды қайта істеу ұстаханалары, зергерлік бұйымлары, әскери һәм қожалық құрал-жарақтары тауып үйренілген. Кушанлар өз империясының жайласуыменен халықаралық сауданың орайына айланды. Ұлы жібек жолы арқылы Қытай, Рим һәм Парсы өлкесіменен сауда байланыстарын орнатып, бұл жолдан алтын, жібек һәм басқа да байлықлар өткен. Бұл сауда экономикасына үлкен үлес қосқан һәм мәдениетлардың алмасуына себеп болған. Кушан мемлекетінде сыртқы һәм ішкі сауда жедел рауажланады. Кушанлар Ұлы жібек жолының арқа бөлегі қадағалауын өз қолына алған еді. Шеттен келтірілген жібек, тері, бронза айналар, мөрлер, шише ыдыслар һәм хайкелшелер сыртқы сауданың рауажлануынан дерек берсе, өнерменшілік бұйымлары һәм күміс, сондай-ақ бронза теңгелер ішкі сауданың рауажланғанын тасдиқлайды. Кушан мемлекеті өзі гүлдеп жаснаған дәуірде түрлі халықлар һәм елатлар жасаған аймақларды иелеген. Бұл халықлар һәм елатлар түрлі тілдерде сөйлескен, түрлі жазу түрлерінен пайдаланған һәм әрқилы діндерге сыйынған. Материалдық мәдениет бұйымларында да базы бір айырмашылықлар бақыланған. Соған қарамастан Кушанлар дәуірі мәдениетінде көплеген ұлымалық сезіледі. Бірақ бүткіл Кушан мемлекетінде бірден бір мәдениет хүкім сүргенлігі хақында пікір айтып болмайды. Бұл үлкен мемлекеттің әрбір уәлаяты қайсыдар тәреплеріменен өзіне тән болған мәдениетқа ие. Кушан дәуірінде Гандхара көркем өнері рауажланған. Бұл көркем өнер ұсылы грек, парсы һәм хинд элементтерінің араласпасынан ібарат болып, ол Кушан империясының мәдени рәң-бәреңлігін сәулелендірген. Әсіресе Канешка бұл көркем өнердің гүллеп жаснауын қоллап қуатлаған. Ең дәслеп Арха Бактрия, яғни Сурхан оазисі хақында сөз ететұғын болсақ, бұл уәлаят Кушан мемлекетінің ең ірі уәлаятларынан бірі болып, мәдениеті жоғары дәрежеде рауажланған еді. Атап өту керек, Орта Азияда буддизмнің тарқалуы эрамыздың 1-ші ғасырынан бастап Айне Бактрия Тоғарыстан аймақларынан басланған. Қазіргі күнде бұл аймақлардан 10-нан зият Будда ибадатханалары, 100-ден артық Будда хайкеллері анықланып үйренілген. Олардың ең атақлылары теріміз жанындағы Қаратөбе ибадатханасы, Зертөбе һәм Айрытам табылмалары, Далварзын төбе ибадатханасы есапланады. Арха Бактрияның өзіне тән мәдениеті архитектуралық көркем өнерінде, қаласазлық мәдениетында, күлалшылық һәм зергерлік бұйымларында да өз көрінісін табады. Айне Канешка дәуірінде Хиндистаннан тарқалған Будда діні мемлекеттік дінге айланады. Кушан империясы діни тәрептен жүдә бай болған. Кушан патшалары зардуштилік, буддизм һәм грек мифологиясының элементлерін өз дінлеріне қосқан. Әсіресе Канешка дәуірінде буддизмнің тарқалуы сезілерлі болған. Ол Кашмирда 4-ші Будда кеңесін өткеріп, буддизмді бүткіл регионға жаюда тикарға рөл ойнаған. Арамей һәм грек жазулары тикарында Кушан жазуы пайда болған. Сондай-ақ бұл дәуірде Соғд һәм Хорезм жазулары да бар еді. Бұл жазу естеліктерінде сол дәуірдегі социалдық, саяси һәм мәдени тұрмысты сәулелендіруші айрым мағлұматлар сақланып қалған. Бұнан тысқары Кушанлар дәуірінде Орта Азия халықлары мәдени тұрмысының құрушылық, мүсіншілік, суретшілік, зергерлік сияқлы тарауларында да үлкен жетіскенліктерге ерсілген. Кушанлар дәуірінде құрылысшылық һәм архитектура һәм формалық һәм мазмұн жағынан рауажланғанлығы бақыланады. Себебі бұл дәуірдегі басқару, діни, іслеп шығару, тұрар жай, қорғану имаратлары шығыс архитектурасымен айрым ұқсаслықлары болса да, айрықша тәреплері үстінлік етеді. Архитектураның өзіне тән үлгілері Далварзын, Қолшаян, Ескі Теріміз, Кемпіртөбе, Фаязтөбе, Қаратөбе сияқлылардан үйренілген болып, олар жаһан көлемінде атақлы болған имаратлар есапланады. Кушан мемлекетінің кризиске ұшырауы грек Бактрия һәм Рим салтанатының тарихи тағдыріне біраз ұқсап кетеді. Бұл мемлекетлердің барлығы
құлауға жақын тынымсыз жүрістер қылуға мәжбүр болған. Сыртқы әскери шабуылдардан қорғану үшін ішкі һәм сыртқы себеплерге бола әлсіреген һәм мемлекеттерде жетерлі әскери мүмкіншілік табылмады. Эрамызға шекемгі 3-ші ғасырде Кушан патшалығы өзінің текарғы аймақларынан айырылады. Бұл патшалықтың айрым мүлклері тек қана арқа Хиндистан топырақларында сақланып қалды. Атап айтқанда, Канишканың өлімінен кейін империя аз-аздан бөлекленіп, ішкі даулар һәм Сасанилер династиясы басымынан кризиске ұшыраған. Бұл империяның батыс һәм арқа бөлімлеріне бөлінуі һәм кейіншелі Хиндистандағы гупталар тарапынан басып алынуымен жұмақланды. Ұлыма алғанда Кушанлар мемлекеті дағдарысы бірнеше факторлар нәтижесінде жүзеге келген. Біріншіден, ішкі қарама-қарсылықтар һәм үкімет үшін күрес мемлекетті шын мәніде күшсізлендірді. Бұл өз орнында мемлекеттің орайлық басқаруын хәлсіретті. Бұндай хәлсіреуден пайдаланған Сасанилер империясы арқа Хиндистан һәм Бактриядағы Кушан жерлеріне hüjum етті. Сасанилер дәслеп шекаралас аймақларға, соңынан текарғы жерлерге бастырып кірді. Осының менен ұлы Кушан патшалығы жұмақланды. Жұмақлап айтқанда, Кушан мемлекеті орайлық Азия тарихында үлкен ахметке ие күшлі салтанат болған. Олардың мәдениеті һәм жетіскенліктері тек қана өзінің дәуірінде емес, ал бүгінгі дәуірде де өз тәсірін тигізбекте. Бүгінгі саным сізге ұнаған болса, Жайхун каналына ағза болуды ұмытпаң. Һәм де лайк басып қойың. Кейінгі саналарда көріскенше, саламат болың.